Сәлем достар, сіздермен бірге мен Қазфильмс. Бүгін мен сіздерге бейтаныс аралда бір өзі жалғыз қалып қойған жігіт туралы киноны баян етіп беретін боламыз. Ол жігіт айдаладағы бір үйге келеді. Ол жерден FedEx-тен посылка алуға келген болатын. Ол өзінің қызының посылкасын Мәскеуге жіберу үшін келген болатын. Негізінде бұл жігіт FedEx компаниясында инспектор болып жұмыс атқарған болатын. Ақыры жәнегі қыздың посылкасын оның бұрынғы күйеуіне апарып береді. Ол бұрын Мәскеуде тұрған болатын. Мәскеуге келген ол орыстарға қалай жұмыс істеу керегін айтады. Чак Ноланд Мәскеудегі жұмысын ойдағыдай атқарып шығады және де өзінің еліне қайтып оралады. Кейін ол өзінің еліне, жеріне оралғаннан кейін оны сүйіктісі мен достары күтіп алады. Достарымен барлығы бір дастарханда жиылып отырған болатын. Сол кезде күтпеген жерден достары оған қызың екеуің қашанғы осылай жүресіңдер, қашан отау құрып үйленесіңдер деп сұрақ қояды. Ал ол екеуі осы сөзді басқа жаққа бұрмалап, олардың сөзіне жауап беруден қашады. Жай ғана әзілмен құтылып кете салады. Кейін Чактың тісі ауырып кетеді және Келли мен Чак екеуі қайтадан қоштасу керек болады. Өйткені Чак Малайзияға ұшу керек болады. Қызы оған сыйлық береді. Сыйлықты ашып еді, оның ішінде өзінің суретін салып қойыпты. Жігіт те қызды құр қалдырмаған болатын. Және де жігіт оған берген сыйлығын жаңа жылға дейін ашпай тұра тұруын өтінеді. Ақыры Чак Норренс ұшақпен жолға шығады. Оны әуедегі қатты толқындар оятып жібереді. Ол пилотқа барып еді, пилот ұшақты басқа бағытқа бұрғанын айтады. Кенет күтпеген жерден ұшақ қатты тербеліп кетеді. Және сұмдық ауа райының кесірінен ұшақ қатты қысыммен мұхитқа құлайды. Чак Норренс үрмелі қайықтың арқасында аман қалады. Мұхиттың толқындары оны бір белгісіз аралға әкеліп тастайды. Көзін ашса ол белгісіз аралда жатыр екен. Және де ол өзімен бірге ағып келген заттарды тексеріп, өзіне жарайтын бір заттарды іздейді. Ол жағажайдағы құмның бетіне ағылшынша көмектесіңіз деген жазба қалдырады. Және де ол жайғасып өзінің орнын дайындайды. Ал түнде оны белгісіз орманнан шыққан дыбыстар шошытып жібереді. Ертеңгі күні оның қарны ашып балық аулауға кіріседі, бірақ бұл сәтсіз болып шығады. Және бірде-бір балық аулай алмайды. Ол жағажайдан ұшақтан апатқа ұшыраған заттардың келіп жатқанын көреді. Және оларды бір-бірден жинап алады. Ол жан-жағына айғайлап, тірі қалған адам бар ма деп іздеп жүреді, бірақ еш нәтижесіз. Оны қатты аштық мазалайды және де кокосты әзер дегенде сындырып, оның сүтін ішіп, сәл де болсын өзіне келеді. Ол аралды жағалап жүріп бір үңгір тауып алады. Ол жаман жерде көп жүргендіктен аяғы қатты ауырады және суға малып отырады. Ол өзінің кепкен киімдерін киіп алады және де өзінің носкиінің ішіне жапырақтар тығып, сәлде болсын аяғын жаралап алудан сақтық жасайды. Ол судан кішкентай шабақтармен қоректенеді, бірақ дәмі оған ұнамайды. Жартасқа шыққан ол суда бір адам жатқанын көреді және де қасына келіп еді, өкінішке орай тірі болмай шығады. Адам баласы болғандықтан оны да арулап жерлеп, ол туралы ақпарат пен қайтыс болған жылын қабірінің басына жазып қояды. Ал оның аяқ киімін болса өзіне алып қалады. Өкінішке орай оның аяқ киімі тар болғандықтан ол оның басын кесіп тастап киеді. Ай толды, түн ортасы. Ол өзінің қызын сағынып жатқан болатын. Кейін ол жапырақтарда қалған суларды кокосқа құйып алып ішетін болады және түнде дәрет сындыруға шығып еді. Кетіп бара жатқан кемені көреді. Ол жарықты қосып айғайлап еді, бірақ одан ешбір нәтиже шықпайды. Ол алып толқындарға қарамастан тәуекелге бел буып, өзінің үрмелі қайығымен сол кемеге қарай аттанады. Бірақ бұл ісі қате болып шығады. Қатты толқындар оны домалатып, тасқа кеп соғып, қайығын тесіп, аяғын жаралап тастайды. Келесі күні посылкаларды ақтарып отырып, одан коньки тауып алады және де ағаштардың басын үшкірлеп алады. Посылканың бірінен доп шығады және де көйлек шығады. Көйлекпен оның аяғын орап алады. Барлық посылкаларды ашып шығады, тек бір посылканы ашпай оны қойып қояды және де қалған көйлектің қиқымдарынан шабақ аулайды. Кейін ол тастың түбінен шаян кетіп бара жатқанын көріп, оны ағашқа шаншып алады. Шаян піспегендіктен дәмі онша емес болып шығады. Сол себептен ол от жағуға кірісіп кетеді. Ағаштарды бір-біріне үйкелу арқылы ол от пайда болдырмақшы болады. Бірақ көп уақыт өтеді, одан ешбір пайда болмайды. Кейін ол бұрынғы ауыратын тісі қайтадан ауыра бастайды. Кокосты таспен жақсы үйкеп отырған ол ойына бір ой келеді және де кокосты үйткен құсап, ол ағашты үйкей бастайды. Бірақ ағаш сынып кетіп, қолын жарақаттап алады және ашуланып кетіп, допты лақтырып жібереді қан қолымен. Кейін қолын орап алып допқа қарап еді, допқа қан жағылып қалыпты.
және де жағылған қанға көзбен ауыз салып оған Вилсон деген есім қояды. Кейін ол дегеннен қайтпай қайта ағашты үйкелей береді. Ол өзінің қайтпас қайсарлығының арқасында Құдайдың құдіретімен от тұтап шаянға бір тойып алады. Келесі күні ол кокос жеп отырып тағы да тісі қатты ауыра бастайды. Кейін үшінші күні тісі қатты асқынып бара жатқанын көріп, ол коньки және тастың көмегімен өзінің тісін өзі жұлып тастайды. Осылайша арадан 4 жыл әне-міне дегенше өтіп кетеді. Көзінен әлі үміт оты өшпеген Чак. Ол тым әбіржіп, жүдеп, қу сілдері қалған болатын. Ол аралдың биік нүктесіне адам тәріздес ағаштан жасалған затты орнатып қояды. Бәлкім мұхиттан өтіп бара жатқан біреу-міреу көріп келіп қалар ма деген оймен. Және де ол мұхиттың жағалауынан дәретхананың есігін тауып алады. Вилсонмен ақылдасқан ол ағаштардан, бөренелерден кесіп, шыбықтардан жинап, одан өз бетінше қайық жасауға кіріседі. Және де соңғы қалған посылкасын да ала кетеді. Аралда қу тізесін құшақтап өлгенше не болса да мұхиттың үстінде көмек іздеуге шығады. Ол өзімен ішуге жарамды суларды алып кетеді. Және де қабырғаға мен кеттім, қош болыңдар, барлығыңды жақсы көрем деген өсиет жазба қалдырып кетеді. Және де ол осылайша өз бетімен ашық мұхитқа шығып кетеді. Және де өзінің 4 жыл мекендеген аралын қимай қарап тұрады. Ол жаңбырдан жиылған суларды ішіп жан сақтайды. Түнде алапат дауыл орын алады, және де оның қайығының астан-кестенін шығарады. Және де ол Вилсоннан да айырылып қалады. Осылайша құтқарылам деген үміті өшкен Чак өзінің ескегін қоя бертіп өлем деген мақсатпен жатады. Бірақ оны қасынан өтіп бара жатқан кеме адамдары көріп оны аман алып қалады. Кейін ол жұмыс орнына келеді, және де өзінің қызын күтіп тұрған болатын. Бірақ оның орнына қызының күйеуі келеді. Келли болса басқа бір еркекке тұрмысқа шығып алған болып шығады. Және де Чактың достары келіп оған қуанышты екендерін жеткізеді. Кейін адамдар тараған соң Чак дастарханға қараса адамдардан ысырап болып қалып тұрған тамақтардың ысырапшылдығын көреді. Және де ол өзінің жайлы төсегіне басында үйрен салмай жерге жатып жүреді. Және де өзінің сол кезде берген қызының суретіне қарап өкінішпен жатады. Және де түнімен ұйықтай алмай түннің бір уағында оның баяғы қызына келеді. Оны көрген қызы қатты жылап, өзінің өкінішін білдіргендей болады. Байғұс жігіт осыдан 4 жыл бұрын өзінің қызы сыйлаған Келлидің бейнесі бар сағатты өзінің қолына қайтадан табыстап, өз жөнімен кете барады. Келесі күні ол осыдан 4 жыл бұрын ашпай қойған соңғы посылкасын оның иесіне әкеліп табыстап, өз жолымен кете барады. Осылайша фильм өз мәресіне жетеді. Егер де сіздерге менің баяндамам ұнаса, лайк басып арнамызға тіркеліп достарыңызға бөлісуді ұмытып кетпеңіздер. Сіздермен болған мен Қазфильмс, келесі жүздескенше. Айтпақшы, менің каналымда өте қызықты видеолар бар, соларды да қарап кетіңіздер. Сіздермен болған мен Қазфильмс. Чау, пау, пичк-чик.